that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is there somebody? Армысыздар, мен Мақұлбек Айза Ақылбек қызы, 61-ші мектеп гимназиясының информатика пәнінің мұғалімімін. Менің сабағым цифрлық кеңістік, ал жасанды интеллект оқушылардың жеке көмекшісі. Біз жасанды интеллект тұтынуды емес, оны тиімді басқаруды үйренеміз. Сабақ мазмұнын отандық Класс.kz және жаһандық Gemini платформаларында жүйеледім. Бұл маған оқу бағдарламасын жан-жақты әрі мазмұнды етіп жинақтауға мүмкіндік берді. Сабақтың басында психологиялық ахуал орнату және оқушыларды топқа бөлу үшін смайликті қайталау әдісін қолдандым. Оқушылар экрандағы смайликті қайталау арқылы көңіл күйлерін көтеріп, таңдаған эмоцияларына қарай бір сәтте топтарға бірікті. Сабақ басында оқушылардың назарын шоғырландыру мақсатында көз AI платформасында өткен сабақ бойынша қысқаша тест құрастырылды. Тест нәтижесі арқылы білім деңгейі анықталып, кері байланыс жүргізілді. Балаларға тест жұмысына арналған дескриптор ұсынылды. Осы дескрипторға қарап, балалар өз-өздері бағалады. Бүгінгі біздің 5-ші сыныпқа өтетін тақырыбымыз интернетте жұмыс істеудің қауіптері. Сабақтың мақсаты компьютердегі деректерді қорғаудың негізгі жолдарын білу. Сабақ презентациясын Skywork платформасымен автоматты түрде құрастырдым. Бұл маған уақытты үнемдеуге және көрнекілікті арттыруға мүмкіндік берді. Деген ұғымды естулерің бар ма? Оқушыларды бағалау мақсатында балаларға бағалау парағы таратылды. Академиялық адалдықты сақтай отырып, дескрипторға сай әр тапсырманың жанына балл қойылып отырды. Соңында жиналған балл оқушының бүгінгі жинаған баллы болып табылды. Эстетикалық көрнектіліктер үшін Pinterest шаблондарын қолдандым. Заманауи дизайн сабақты мазмұнын аша түсті. Осы жаңа өткен тақырыпқа байланысты біздер жи және жоба деген тақырып. Біз қазір топтарға бөліндік қоя. Осы топтар, мынау сендердің топтардың атаулары, я? Мына жерде қарасаңдар жазылып тұр. Өздерінің тақырыптарына байланысты атаулары тұр. Бірінші топ бұл бізде жеке деректер және құпия сөз қауіпсіздігі. Жоба жасау барысында балалар 2 тапсырма орындайды. 2 тапсырманың дескрипторы тақтаға ұсынылған болатын. Сабақтың ең қызықты бөлімі жасанды интеллектпен зерттеу. Бұл тапсырма оқушылардың цифрлық сауаттылығын жасанды интеллект құралдары арқылы дамытуға бағытталған. Мұнда оқушы жасанды интеллектіні тек ақпарат алу үшін емес, өз идеяларын жүзеге асыратын шығармашыл құрал ретінде пайдаланады. Бұл жоба 3 өзекті мәселені қамтиды: киберқауіпсіздік, медиа сауаттылық және цифрлық этика. Топтық жұмыс үшін Miro AI тақтасын пайдаландым. Оқушылар осында өз жұмыстарын ілді. Балар толыққа жасап біттіңдер ма? Жақсы, бізде бірінші топ шығамыз. Бірінші топ өзінің тапсырмасын қорғайын деп жатыр. Қандай тақырып сендерде? Қандай тапсырма берді сендерге? Не жасауға берді? Анимация, видео анимация. Жақсы. Бұл адамның аты жөні, мысалы, телефон нөмірі, үй мекен-жайы, және мектебінің мекен-жайы, және өз жеке суреттерін жарайсың. Бірінші топтың тапсырмасы бойынша бұлар өз анықтамасын айтты. Енді оларға видео анимация жасау берген болатын, я? Құпия сөздің 5 ережесі, я? Солай ма?
Bir söz жасау ережелері. Кемінде 12 таңба болу керек. Үлкен және кіші әріптерді қолданыңыз. Сондай-ақ сандар мен таңбаларды қосыңыз. Жақсы. Енді бізде екінші топ, иә? Келіңіз, шығыңыз. Стоп фейк тобы сендерде қандай тақырып? Фейк ақпарат және интернеттегі алаяқтық, яғни фишинг, иә? Бірінші тапсырма бізде анықтама болатын. Кім айтады анықтамасын? Фейк ақпарат бұл маған көмектесіп жүрші, мен анауым ауырып қалды, немесе тағы да басқа жалған ақпараттар саған келсе. Екінші топ сендерге жалған ба әлде шындық па деген презентация жасапты, иә? Я немесе жоқ деп жауап береміз. Ал, бастады. Қандай хабарлама кетті сендерге? Саған бейтаныс адам жазды. Өз-өзін бағалы парағына бағалаймыз, өздерінде қаншалықты жауап береді, иә? Максималный балл бізде 4 балл. Сот талдау, бұл біздің екінші тапсырмаға байланысты, иә? Бізді күшті жақтарымыз, әлсіз жақтар, мүмкіндіктер және қауіптер болып 4 пунктке бөледі. Енді сендерге тапсырма, әр топқа бөлек тапсырма беріледі. Өз тақырыптарына байланысты бірінші топ метафоралық суреттер жасайды. Екінші топ сот рэп оқиды. Яғни сендер бұның барлығын жиі арқылысыңдар. Яғни ChatGPT немесе Gemini арқылы осы тапсырмаларды саласында өздері сендерге текст жазып береді. Келесі плагиат және автор құқық тобы бұл уақыт машинасы. Яғни 3 топқа осындай 3 түрлі тапсырма беріледі. Кез келген өздеріңе ыңғайлы платформаны қолдансаңдар болады, кез келген жүйені қолдансаңдар болады. Бастысы осы тапсырмаларды жасау керек. Бұл біздің үшінші тапсырмамыз сот талдауға арналған дескриптор. Жақсы, бірінші топ сендерге тапсырмаларында сендерге бірнеше нұсқа болыпты, иә? Неге мына нұсқа таңдадыңдар? Сендерге анық көрінді, иә? Тапсырмасы сот рэп құрастырылған, иә? Оны қалай құрастырдыңдар? Жиге жазып құрастырдыңдар, иә? Жақсы. Мен бит қосайын онда? Йо, біз топ фейк, сақ ол фейк. Ақпарат көп, бәрі шын емес. Көзге тартымды, бірақ дұрыс емес. Тексер ойлан, бірден сенбе. Фейкке алдану бізге керек пе? Сүзгі қас, ақылды бол. Фейк қызық, бірақ отыр. Жүйемен тексер, анықта. Вирус келсе, сақтанда. Жылдам тартпа, бөліспей бірден. Әр хабарды өткіз сүзден. Шындық керек пе? Міне біздің трек. Стоп фейк тобы алға тек. Ойлан тексер, сосын ғана сен. Біз стоп фейк, қауіптер жоқ демейін. Күшті. Отырамыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар қарап тұрсыңдар, бізде жидің, жасанды интеллекттің көптеген мүмкіндіктер бар екен, иә? Яғни сендер рэп оқыдыңдар, сендер метафоралық фото жасадыңдар, иә? Және де үшінші топ не жасаймыз біз? Уақыт машинасын, иә? Келеміз. Сендерде бірнеше нұсқа бар, иә? Келгеннен кейін айтыңдар. Так, сендерде бірнеше нұсқа бар екен. Бірінші нұсқа ол болашақта
келесі бізде сергіту сәті, яғни сендер көп жұмыс жасадыңдар, енді сергіту сәтін жасаймыз. Қимылды қайтала. Рефлексия. Бұл жерде бізде 4 пункт тұр. Бірінші, мен кибер қауіпсіздік ережелерін түсіндім бе? Мына жерге сендер егерде жақсы түсінген болсаңдар, стикерді жақынырақ жабыстырасыңдар. Түсінбеген болсаңдар алысырақ, иә? Көрдіңіздер ғой шкаланы. Келесі, біз топ бірлесіп жұмыс істей алдық бар. Сол сұрақтың жауабы мына жаққа. Келесі, маған сот арқылы талдау жасау ұнады ма? Төртіншісі, өзіңді білесіз, мен өз тобыма қаншалықты пайдалы болдым. Яғни осы 4 пунктты әр оқушы келіп тез-тез белгілеп кетеді. Тез ба? Енді біз бағалау қағазын соңында кері байланысты тұр, яғни бүгінгі сабақта не түсіндіңдер, не үйренгілер келеді келесі сабақта, сол туралы маған кері байланыс бересіздер, жарай ма? Менің мақсатым технологияға тәуелді емес, оны өз мақсатына бағындыра алатын саналы ұрпақ тәрбиелеу. Болашақты бірге құрайық.